ертең мен сотқа қатысамын. Анау мынау сот емес, әскери сот, Алматыдағы әскери сот. Олар бір ұлттық ұланның полковнигін соттайды. Аты жөнін түрін әзірге білмеймін. Ол адам деуге де келмейтін. Қысқасы, полковник қаңтар кезінде біздің жолдасымызды өлтірді. Ерлан Жагипаров деген құрылысшы адам 50-ге тақаған кезі, сол 6 қаңтарда шешесі самалда тұрады. Сол шешесіне тамақ алып келген ғой. Сол жерде көшеде ұстап алып, оны кісендеп, сосын өлімше соғып, киімін шешкізіп, 5 сағат қар үстінде тізерлеп тұрғызып, содан кейін атып тастаған ғой. Ту сыртынан, арқасынан бірнеше оқ автоматтан атып, кісенделген адамды, қол аяғы ісіп кеткен, аямай соққан адамды атып тастады. Оны қаңтар кезінде талай адам кетті. Кейбіреулерін 18 жастағы балалар қорқып, призывник балалар қорқып атқан шығар. Бірақ дәл бұл жерде полковник, ұлттық ұлан бөлімнің частьтің командирдің орынбасары өлтірді. Нақты сол адам екен. Ол сол 22 жылы көктемінде анық болды. Тергеу соны дәлелдеп берді. Куәгерлер де бар сөйлеген. Сосын анау оқтарды тексереді ғой, баллистик экспертиза. Содан кейін анау қолдағы кісендердің да нөмірленген. Қысқасы, сол полковник өлтірген белгілі да. Содан бері 2,5 жыл ол адам қашан сотталады деп күттік, талап еттік. Ақыры осы ертең 18 желтоқсанда сағат 10-да Алматыда әскери сотта Тимирязев көшесінің 48 үйде сағат 10-да сот басталады. Мен сол сотқа қатысамын. Не үшін қатысамын дегенде, Ерлан Жагипаров біздің жолдасымыз. Мен былай Алматыда ерікті археологтар тобы бар. Петроглиф ішшілері, анау жартастағы суреттерді іздеп, соны зерттейді, қорғауға алады, профессионал археологтарға өткізеді, құжаттарын жасап. Мен соған қатысамын Алматыға келгенде. Ерлан Жагипаров та құрылысшы, мамандығы құрылысшы болса да, өмір бойы тарихқа қызыққан ғой. Жас кезінде тарихшы болғысы да келді, бірақ құрылысшы әкесі тыйым салып қойды да, соған бұл еркекке лайық мамандық емес, құрылысшы бол деп. Ерлан сол мамандыққа түсті, өзінің шағын құрылыс фирмасы да болды. Бірақ қатты қызыққан тарихқа, сол 40-шы жылдар, 40-тан асқан кезінде археологтармен араласатын болды. Осылай еріктілердің тобына кірді, өзінің джипімен бәрімізді алып жүретін еді, айдаланы кезіп жүретін едік бірге. Сосын экспедициямызға өз ақшасына рация, анау мынау сатып алатын еді. Енді джиппен дала аралау, талай рет дөңгелегі жарылды, қанша бензин жанды. Соны ешқайсысын сөз қылмай өзі көтеріп, соның бәрін жүрген адам ғой. Ал Арқарлы деген жерде, Талдықорғанға жете бере, бір Арқарлы деген жота бар, тау жотасы бар. Сол жердегі петроглифтер тіпті керемет. Бірақ оларды 90-шы жылдардан бастап мынау құрылысқа қиыршықта, сосын плетняк дейді ғой, щебенка, сондайға қиратқан ғой. Ол жерде 5000 жылдық тарихы жазылған. Сол жерде, сол жартастардағы суреттерде, анау қола заманнан бастап. Сонда петроглиф ішшілері соны қиратып жүрген бизнесмендермен, жергілікті билікпен алысып бірнеше жыл. Ақыры тоқтатты, оны қиратқанды тоқтатты. Сонда қиратылған көптеген тақталар қалған ғой сол жерде. Сонда біреу, сонда бір жүрегі сезген ба, Ольга Гумерова біздің капитанымыз. Соның жүрегі сезді ма, анау бір былай қиратылып, жартастан сындырылып, жерге бетімен құлаған бір сондай тақтаны Ольга астындағы жерді қазып, шетінен жер қазып, былай, сосын саусағымен ананы сипалап көріп еді жартастың бетін. Сурет бар екен сезді да, телефон астына тығып түсіріп алды. Содан кейін анау жартасты көтеру керек болды. Ол дәу жартас, видеода көріп тұрсыз, иә? Сол және де ол мынандай тауда тұр. Айналасы тас, құлап жатқан тас, қиыршық тас, сондай нәрселер ғой. Сонда Ерлан, ананың салмағы тонна ма, 2 тонна ма сондай. Сонда Ерлан құрылысшылығына
құрылысшы болғандықтан ол бір амал тапқан ғой. Жігіттерді жинап, археолог жігіттер, жергілікті жігіттерді жинап, анау не бір арқандар мен адамдар тартып, анау тақтаны көтерді. Соны көтерсе, керемет орта ғасырлық түріктердің сахнасы шықты да, түріктердің шайқасы. Қазір оны археологтар, тарихшылар сол суретті зерттеп, сол жайында кітап, мақала жазып жүр. Көрдіңіз ба, ғылыми, көптеген ғылыми мәлімет содан шықты. Сонда ол, мынау видео, ол күз, 21-ші жылдың күзі ғой. Сонда қаңтарда ерлан ешқандай қару жоқ, анасына тамақ алам деп далаға шыққан ерланды ұлттық қолданыстап алып, осылай қамап, ұрып, қолына кісен салып, шешіндіріп, ұрып, ақыры полковник өлтірді. Ерланмен қоса тағы да талай адамды сол полковник өлтірді да, соның соты болады ертең. Соған барамын. Қолыңыз тисе, сіз де келіңіз, қатысыңыз, көріңіз. Осы сот әділ болсын деп тілейміз. Саяси мынандай комментарий жазу керек емес. Өйткені біз үшін қазір негізгі мақсат осы адамды соттату. Өйткені оның да қаражаты бар, қорғаушы адвокаттары бар, олар блогерлерді жалдап жатыр. Ананы мақтап полковникті, елімізді сақтап қалды дегенде террористерден, ерланды жамандайтын блогерлерді да жалдап жатыр қазір. Соған енді біздің міндетіміз сол жерге барып тойтарыс беру, әлеуметтік желіде тойтарыс беру. Сонымен келіңіздер, қатысыңыздар, пікір қосыңыз, бірақ өкіметті, билікті жамандамай қойсаңыз деген сұраныс, өтінішім бар. Өйткені біз үшін қазір сол жауызды, сол жендетті соттату біздің мақсатымыз. Жалпы анандай саяси мәселелерді көтеру емес.